Ассаламу алейкум достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге езілмей пісетін, өріктеріміз бүтін болып шығатын, дәндерімен жабылатын вареньяның рецептісімен бөлісетін боламын. Мен өзім қалай жабамын, сонымен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Егер видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ал ендеше біз бастайық. Бізге ол үшін 2,5 килограммдай өрік қажет болады. Сүйегінен ажыраған соң 2 килограмм 1 килограмм 900 граммдай шықты, шамамен айтқанда. Енді осы килограммға біз 1 килограмм 900 грамм өрікке 1 килограммдай шекер қосамын. Осылай өріктерді бір-бірінен ажыратып, екіге бөліп аламын. Ажыраған сүйегі, енді үстінен шекер қосатын боламын. Осылай бөліп алып, шекерімізді аздап арасына жақсылап сіңу үшін осылай өріктерімізді үстінен сала отырып, шекерімізді салып алатын боламыз. Бұл жерде өріктің өзінің суы шығу үшін шекерді арасынан осылай қосып отырамыз. Шекеріміз қосып болған соң 6-7 сағатқа өріктерімізді қойып қоятын боламыз. Осылай суы шығу керек. Мінекей менде суы шықты, өріктің суы. Суы шыққан өрігімізді енді қайнататын боламыз. Осылай көбігі шығып бір қайнаған соң өрігіміздің астын отын өшіріп, толық суығанға жіберем. Мінекей біздің өрігіміз толық суыды. Ішінде өріктеріміз бүтін, суы біраз қоюланды, өйткені өрік өзінің шырынын тағы шығарады. Еріген шекермен бірге біраз қоюланады. Енді дәндерімізді алып, қабықтарынан ажырататын боламыз. Ол үшін бізге 200 грамм қайнаған су керек болады. Дәндеріміздің үстінен қайнаған суды құйып, бетін жауып қойып қоямыз 10 минутқа. Енді оны қабықтарынан осылай ажырататын боламыз. Өріктің вареньесіне дәндерді қоссаңыздар, өзгеше дәм береді. Кейбір үй қайыншайымдары дәндер қосады, кейбіреулер қоспайды. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Мен осылай дәндерді қосып жабамын, кейде дәндерін қоспай да жабамын. Бұл дәндерді қосып жапқан вареньяның түрі. Енді тазаланған дәндерімізді алып, үстінен су құйып, 20-25 минутқа қайнатып пісіріп аламыз. Дәндерді өріктермен бірге қайнатсаңыздар да болады, бірақ бұл жерде біз өріктің вареньясын қатты қайнатпаймыз және ұзақ қайнатпаймыз. Сол үшін дәндерді алдын ала пісіріп аламыз. Алдын ала осылай пісіріп алсаңыздар, жапқан банкаларыңыз атылып кетпейтін болады. Енді бір қайнаған суытуға жіберген өріктің үстінен дәндерімізді салып, екеуін бірге қайнататын боламыз. Осылай қайнап 10-15 минут осылай бір қайнаған соң өріктеріміздің астын отын өшіріп қоямыз. Өрікті араластырған кезде осылай шетінен араластырыңыздар. Егер әрлі-берлі араластыратын болсаңыздар, өрігіміз езіліп кететін болады. Сол үшін айналдыра отырып араластырсаңыздар, өріктеріміз езілмейтін болады. Мінекей достар, біздің өріктеріміз екінші рет қайнады. Осылай көбіктері шығады. Бұл жерде көбіктерін алсаңыздар да болады, алмасаңыздар да болады. Мен осылай көбіктерін кішкене аламын. Сосын банканы жабуға жіберемін. Мінекей достар, біздің өрігіміз дайын. Енді буланған банкамызға өріктерімізді құйып, қақпағын жабатын боламыз. Мен бұл жерде екінші рет қайнаған соң вареньямызды қатты суытпаймын. Және қатты ыстық күйінде жаппаймын. Жылы күйінде жабамын. Сол үшін сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жабасыздар. Егер жылы күйінде жапсаңыздар, суы, вареньяның суы қоюланады және ішіндегі өрігіміз бүтін болып жүреді. Мінекей достар, мен банкамызды жауып біттім. Ішіндегі өрігіміз көрініп тұр. Ішіндегі өрігіміз көрініп тұрғандай бүтін болып жүр. Және дәндеріміз арасында көрініп тұр. Варенья өте дәмді болып шықты. Егер сіздерге видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлсеңіздер болады, өздеріңізде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайктарыңызды басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Менің келесі видеомды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.